Ошого сәлем, бүгін біз табанның қалай ағарғанын айтатын болам. Ешқандай күшті қолданбайсыздар, ешқандай химия да қолданбайсыздар. Қарапайым ғана құм керек болады. Ошого сәлем, біз бүгін мына табанны қараңыздар, қандай қап-қара май осы табанны былай ағартатын боламыз. Мұның сондай етін асты үстін бәрсінде қап-қара май етін көрдіңіздер екен, айырмашылығындай қалай ағартатын көрсететін боламын. Бізге бар болғаны не керек? Құм керек. Құм толықтыру керек, табатын ішінде құм толу керек, и потом оны отқа қою керекпіз. Қыздырамыз. Осылы құмға толтырып, шетіне былай шайсаңыздар. Міне астығаннан қап-қара. Құмымыз тасасын яппақ болды. Кешегі істегенде ақ құмым мынандай қап-қара болып кетеді. Құм шығады, одан қорықпаңыздар, ешқандай да ештеңе болмайды. Май еріп жатыр деген үш құмымыз қарайып жатыр. Осылай өзіне тартып алады екен. Сасып түтін шығады, одан қорықпаңыздар. Шыққанға табандағы майысып кетеді, жанып кетеді деп қорықпаңыздар. Біз осылай болатын, былай жайып қойсаңыздар, сыртқа дейін көп тұру керекпін. Қазір сағат мен 11-де бастадым, 11-де қойдым. Түсатыр, қараңыздар қалай түсті. Өзі түседі, қазір осылай қыза берсе. Түтін шыққаннан қорықпаймыз. Мына құмды былай араластырып қойсақ. Құмымыз қарайып кетті, жоқ қап-қара болып жатыр. Осылай жайып қоямыз былай. Қақпақты да саласадым. Қараңыздар, сап-сары. Былай істесем шығып жатыр. Қараңыздар қалай түсіп жатыр. Былай қызады, жақсы қызады, сол кезде түседі. Былай істесе уже бәрі қырылып түсіп жатыр. Аяққа түсіп кетір. Қараңыздар, күшті түседі. Тұрады өстеген. Мен қырсақ уже түсіп жатыр. Осылай түседі. Жақсы көмектеседі. Құмымыз қарайып кетті. Құмын көрсе қап-қара кеткен. Араластырып, қалай шетіне қоямыз. Түсіп жатыр. Ой, как түсіп жатыр. Шапақ болды мен. Шағапан. Шқап қарайыз, аппақ болды. Сырты мені жақсы
түсіп жатыр. Қасықпен ақ оғанға түсіп жатыр. Осылай құммен тазалаңыздар. Күштік көмектесетін шетін бәрі. Шеттер. Төбі деген жаппақ болып кетті. Төбі. Қыздар, қараңыздар. Күшті ағарды. Ешқандай күшті кеткен жоқ, ештеңе қырған да жоқ кеткен. Түгінеші. Аны қанында қап-қара май етек. Сыртын қараңыздар. Сырты дегенше. Күшті болды мен. Ешқандай күш салған жоқпыз, ештеңе қолданған жоқпыз. Өз осы түскенше қыздыра берсеңіздер, отта көз бәрі түсіп қалады. Шетін бәрі түсті уже. Осыны түскенше отта қыздырамыз. Мені іші деп бақ. Шеттері кішкене. Осылай ағарғанша құмды отта ұстап тұрамыз. Осылай. Құмды қараңыздар, қалай қап-қара болып кетті. Сап-сары құмыз қап-қара болды. Қыздар қараңыздар, аппақ болды. Шеге аппақ болды. Қазір құмын төгем. Кішкене мынандай қалғандарын қырып жіберем. Осылай сыртындағы майлар түскенше отта ұстап тұрасыздар. Өзі сыпырып түседі, ештеңе қырудың ешқандай химияны да қолданудың да ештеңе қажет жоқ. Тек қана бізге керек осындай қарапайым құм. Мына құмымыз қап-қара болды. Кешегі құм істеген. Мына өшіріп тазалап жуамыз. Мына қақпақтың үстіне төктім. Қақпақтағы не қылсын деген. Мынаны қараңыздар. Қандай аппақ болды. Өзім қызықты оңай. Күшті ағарды. Астын кезінде қырып жіберем. Түсіп жатыр. Ешқандай да жаңағы күшпен істеудің қажет жоқ. Мына былай істесеңіздер өзі ағарады. Мына байқұс жазуын көрініп қалған қараңдар. Көз ашып қалды. Қандай май етек өзіңіздер жаңа. Жап-жаңа таба болып шыға келді. Осылай құм енді барлық жерде, барлық ауылда табылатын шығар. Мен ештеңе істеген жоқпыз, ешқандай күшті қолданған жоқсыздар. Тірліктеріңізді істеп жүре берсіздер, отқа қойып бір-бір қарап тұрсаңыздар, құмын араластырып міне аппақ болды. Міне біздер ештеңе ешқандай күшті салған жоқпыз, қырған да жоқпын. Міне бір шайқадым болды. Өзінің ішінде нелер ғой. Майы бәрі ақты. Көрінбейтін жазуы көрініп қалды. Осылай майы ағанша отта ұстайсыздар. Новый жап-жаңа болып қалды. Мына екінші табам. Бұл да тоже сондай еді. Бұл да жап-жаңа болды. Мен бұны аз істеп қойдым, кеш бастап қойдым. Бұда сағат 12 түнгі бірлерге дейін істедім. Кеш болып кеткеннен кейін ала салғам. Әйтпесе мынан бәрі түсетін еді. Осылай түскенше құмды отта ұстау керек. Өзі қандай аппақ болды. Керемет. Жалтырап тұр.
қанша химиямен жудық, қырдық та, құр өзін отқа қойып, газге қойып, былай отқа қойып істеген, онда да болған жоқ. Бұлай тазаланған жоқ ата кезде де. Мұны бәрі газдың үстіне түскен майлар. Мұны жинау керек. Мұны өз бәрі төгілді. Мұндай қатпарлар еді. Бәрі өз төгіліп түсіп қалды. Пышақпен сәл былай қырып жүрсеңіз өзі-ақ түседі, қырмасаңыз да түседі өзі. Главное, отта ұстап тұру керек. Аппақ. Осылай істеп көріңіздер. Құм кез келген үйде табылады ғой. Құмымыз қап-қара. Жасап көріңіздер, қазандарыңыз аппақ болсын. Іші тамаққа толсын. Ал, қыздар.